1274 жылы Монголдардың теңдессіз әскери күші Жапонияның жағалауына жақындап келеді. Моңғол ханы Құбылай Қытай мен Кореяны бағындырып болғаннан кейін өз назарын кішігірім бір аралға аударды. Бұл арал Жапония еді. Құбылай хан бұл аралды жаулап ала алды ма? Бұл сұраққа жауап беру үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Біз оқиғаны баяндаудан бұрын каналға жазылып, өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. 13 ғасыр Шыңғыс хан бастаған қалың қол Еуразия құрлығының көп бөлігін өз қол астына бағындырды. Ұлы ханның қазасынан кейін оның ұлдары мен немерелері бұл істі әрмен қарай жалғастырды. Осылайша Шыңғыс хан тұсында жауланбай қалған Қытай мен Корея жерлерін басып алу үшін 1253 жылы Мөңке хан тарапынан арнайы әскер жасақталды. Және әскер басына ханның інісі Құбылай тағайындалды. Бұл жаулап алу соғыстарында Құбылай өзінің тактикалық дарындылығы және айбынымен көзге түсті. Мөңке ханның өлімінен кейін Құбылай 1264 жылы бауыры Арық Бұқаны жеңіп, Қаған тағына отырды. Құбылай 1260 жылы Моңғол империясының астанасын Қарақорымнан Ханбалыққа, яғни қазіргі Пекинге көшіріп, империяның орталығын оның оңтүстік бөлігінде орналастыруға тырысты. 1271 жылы Моңғол империясының атауын Юань империясы деп өзгертті. Шамамен осы уақытта Құбылай Қытайдың оңтүстік Сун патшалығына басып кірді. Бұл патшалықтың экономикалық күшін әлсірету мақсатында Жапония мен оңтүстік Сун патшалығы арасындағы тығыз байланысты үзу үшін Жапонияға елші аттандырды. Осы кезде Жапонияда Камакура сегунаты билік жүргізді. Сегун Ходзе Токимуне елдің саяси және әскери істерін басқарды. Камакура сегунаты салыстырмалы түрде оқшау саясат ұстанып, сыртқы әлеммен байланысы шектеулі болды. Құбылай Камакура сегунатына алғаш рет 1264 жылы елшілік жіберді. Бұл елшілер арқылы жіберген хатында Құбылай Жапония бұрыннан Қытайға елшілер жіберіп отырған. Алайда, менің билігімнің басынан бастап сіздерден ешбір хабар болған жоқ. Сіздер Юань империясы туралы естімеген шығар деп ойлап, елші жіберіп отырмын. Бір-бірімізге барып қайтып, болашақта достығымызды нығайтайық, деді. Басқаша айтқанда, Құбылайдың бастапқыда Жапонияны жаулап алу жоспары болмаған секілді. Дегенмен, хаттың соңында мен әскер қолданғым келмейді, сіздерден бәрін жақсылап ойлануды сұраймын, деп сес көрсетіп жазған. Яғни мұны қатер ретінде қабылдауға болады. Егер біздің шарттарымызды орындамасаңыздар, сіздерді күшпен бағындырамыз дегенге саяды. Камакура сегунаты аталмыш хатты императорлық соттың дипломатиялық бөлімшесіне тапсырды, ал онда хатқа жауап қайтармауға шешім қабылдады. Бұл шешімді білген сегунат оны Кюсю аралындағы Дадзайфуда орналасқан Юань елшісіне жеткізіп, оны кері қайтарды. Содан бері Құбылай жиі елшілер жіберіп отырды, ал сегунат бұл қарым-қатынас орнату әрекеттерін елемей келді. Басқаша айтқанда, Жапония дипломатиялық қарым-қатынасқа қабілетсіз болды. Әрине, егер сегунат Юань империясының ұлан ғайырлығын және оның Жапониядан қаншалықты күшті екенін білсе, оны елеусіз қалдырмайтын еді. Ақыр соңында шыдамы таусылған Қаған 1274 жылдың қараша айында флоттың зәкірлерін көтерткізіп, Кореядан Жапонияның Кюсю аралына қарай бағыттады. Бұл флот құрамында 900 кеме болды. Олардың бортында әр түрлі деректер бойынша шамамен 25 000 моңғол жауынгері. Сонымен қатар 10 000 Қытай және 5 000 Корей жауынгерлері мен матростары орналасты. Орта ғасырлық өлшемдер бойынша аса үлкен бұл әскерді Құбылай санаулы айлардың ішінде жинақтаған. Моңғолдар еш қиындықсыз Цусима және Ики аралдарын басып алды. Кюсюдің солтүстік батыс жағалауындағы жалғыз қолайлы орын Хаката шығанағына кірді. Жағаға түсіп, 3 шағын ауылды басып алғаннан соң олар самурайлардың қатты қарсылығына тап болды. Шамамен
3,5 мыңнан 6 мыңға дейін жауынгерден тұратын шағын самурай жасақтары басқыншыларға қарсы шабуыл жасады. Алайда күштердің ара салмағы тым теңсіз еді. Шайқас алаңында көптеген самурайлар қаза тапты. Тірі қалған аз бөлігі ескі, жартылай қираған бекіністерге шегінді. Монғолдардың әскери басымдығынан бөлек олардың қатыгездігі де бірден байқалды. Камакура сегунатының самурайлары қатаң күзет жүйесінің болмауынан және шабуылға дайын болмауынан дұшпанның жағалауға еркін түсуіне мүмкіндік берді. Осылайша шайқас басталды және сегунат әскерлері ауыр жеңіліске ұшырады. Алайда алғашқы шайқастан кейін басқыншылар шегінуге мәжбүр болды. Күн батып кеткен еді. Оның үстіне шайқас барысында Қытай қолбасшысы Лю жараланды. Түнгі шабуылдардан қауіптенген монғолдар кемелеріне қайтып, таңертең Кюсюді толық жаулап алуды көздеді. Бірақ сол түнде Жапония жағалауында бұл маусымда жиі болатын қатты дауыл басталды. Монғолдардың 200-ге жуық кемелері жартастарға соғылып, суға батты. Олардың ішінде 13 мыңға жуық адам опат болды. Қалған кемелер қатты зақымданды. Аман қалғандары зорға кері оралды. Бұл жеңіске бүкіл Жапония императордан қарапайым шаруаларға дейін қуанды. Елді басқыншылардан құтқарған осы алапат дауылды жапондар камикадзе, яғни қасиетті жел деп атады. Монғолдардың Жапонияға жасаған бірінші шабуылы сәтсіз аяқталды. Бұл оқиға Жапонияның ұлттық бірлігін нығайтып, камикадзе ұғымының пайда болуына себеп болды. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.